Қадір түні. Қасиетті қадір түні күн батқаннан сәресіге дейін жалғасады. Айлардың сұлтаны Рамазан айы болса, түндердің ең қасиеттісі қадір түні саналады. Өйткені бұл түні Құран кәрімнің аяттары түсе бастаған. Қадір түні жасалған ғибадат 83 жылдық сауапқа пара-пар. Осыған байланысты мұсылмандар Рамазан айының соңғы 10 түнін түгелдей құлшылықпен өткізуге тырысады. Қадір араб сөзі. Тілдік мағынасы қадірлі, қасиетті, артық кемі жоқ деген мағыналарға келеді. Ал шариғи терминдік мағынасына бір жылда болатын істерді белгілеп, соның жазылуына Алла тағаламның үкім беретін түні деп анықтама берілген. Қадір түні қашан? Айша анамыздан жеткен хадисте қадір түнінің Рамазан айының соңғы 10 түнін іздеңдер делінген. 2024 жылы қасиетті қадір түні 5 сәуірден 6 сәуірге қараған түнге түсіп тұр. Қадір түні не істеу керек? 6 сәуірге қараған түні күн батқан уақытта қасиетті қадір түні кіреді. Алланың мейірімінен үміт еткен әрбір адам қадір түні кірместен бұрын дәрет алып, таза киім киіп, үстіне хош иісті әтір сеуіп, қасиетті түнді күтуге дайындық жасауға тиіс. Тағы бір хадисте, кімде-кім қадір түнінің қасиетіне сене отырып, сауабын үміт етіп құлшылықпен өткізсе, оның өткен күнәлары кешіледі делінген. Сол себепті қадір түнінде жиі дұға жасауымыз керек. Бұл түнді Алланың разылығы үшін ғибадат жасап, намаз оқып, көбірек Құран кәрім оқып, уағыз тыңдап, барынша құлшылықпен өткізген абзал. Қадір түнінің ғибадаттарын мұсылмандар мешітте де, өз үйінде де атқара алады. Үйде діни кітап оқып, діни фильмдер көру де ғибадат болып саналады. Қадір түні не істеуге болмайды? Бұл түні адамдардың сыртынан ғайбаттап, өсек айтуға, ішімдік ішуге, жанжалдасуға, дауласуға болмайды. Достармен көңіл көтеріп ән айтуға, билеуге, сауық кештерін ұйымдастыруға тыйым салынады. Теледидардан ойын-сауық бағдарламалар мен фильмдерді көруге болмайды. Оның орнына тәрбиелік мәні бар дүниелерді тамашалаған дұрыс. Қадір түнінің құрметіне дастархан жаюдың да қажеті жоқ. Үйге жақсылық кіреді деп есік-терезелерді ашып қою да қате түсінік. Қадір түні оқылатын дұға. Айша анамыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам, уа Алланың елшісі, қадір түнінде қандай дұға жасайын деп сұрағанда, Алла елшісі, уа Аллам, сен кешірімдісің, кешіруді сүйесің, менің күнәларымды кешіре көр деп дұға етуге кеңес берген. Қадір түні қашан аяқталады? Қадір түнінің уақыты 5 сәуір күн батқаннан 6 сәуір сәресіге дейін жалғасады. Қадір түні қандай амал жасаған абзал? Қадір түнінде мұсылмандар жамағатпен жергілікті мешіттерде имамдардың уағыздарын тыңдап, көкейлерінде жүрген сұрақтарына жауап алып, ізгілікті амалдарды үйреніп, таң сәресіне дейін құлшылықпен өткізгені дұрыс. Қадір кешін кейбір азаматтардың денсаулығына тағы да басқа жайттарға байланысты өз үйлерінде қарсы алуларына да болады. Жалпы бұл рухани кеш, адамзат баласын бірлікке, бауырмалдыққа, ата-ананы құрметтеуге, отбасы мүшелерімен жақсы қарым-қатынаста болуға шақыратын кеш. Сол күн ауызашарда мейлінше көбірек дұға тілек ету, қадір түнінде көбірек Құран оқып, сауап алуға тырысқан абзал. Құптан намазында 20 бас таруих намазын оқу, қадір түні кешінде таң атқанға дейін 4 рәкат нәпіл намазын оқу, тәсбih тарту. Түннің барлығын ғибадатпен өткізе алмайтын кісілер тым болмаса түннің бір бөлігін құлшылықпен, ізгі амалдармен өткізуіне болады. Алла тағала бұл түнде жасалған бүкіл құлшылықтарды қабыл етсін. Әмин.